Ақиқат пен аңыз. Екінші диалог. Бауке, денсаулығыңыз қалай? Анада өткен май айында ауруханада жатқаныңыздан кейін көрісіп отырғанымыз осы. Жүдеп қалған сияқтысыз ба? Дедім әңгімені бастардан бұрын. Мен салмын, деді ол сәл бөгеліп барып. Бауыржанның не айтқалы келіп жатқанын мен қапелімде аңғара алмай қалдым. О не дегені? Ақан сері, бір жан сал сияқтымын дегені ме? Оны неге байланысты айтып отыр? Деп ойландым. Сал ауруының не екенін түсінесің бе? Мен ол сөзінің мәнісін енді ұқтым да, басымды изедім. Бауыржан сөзін қайтадан жалғады. Мына асқазан, өкпе, бауыр, жүрек, жұтқыншақ дегеннің тегіс сапсау. Ол алдымен кеудесін сипады да, екі қолын бірдей беліне апарып тоқтатты. Ал мына жақта ит боп кетті. Жүре алмаймын. Мұның өзі жұлын. Жүйкеге байланысты ауру. Мен 2 рет жарақаттанған кісімін, бірақ екеуінде де саптан шыққаным жоқ. 1942 жылы полк командирі кезінде омыртқама оқ тиді. Санбатқа жеткізгенше ес түсімді білген жоқпын. Есімді жисам, ет бетімнен жатыр екенмін. Бас жағымда дәрігер бірдеңе деп баж-бұж етіп тұр. Бақсам сөзі мен туралы екен. Бұл кісіні дереу госпиталға жіберу керек, деп безек қағады. Сонша не боп қапты? Дедім мен дәрігерге. Омыртқаңызда оқ қадалып тұр, жолдас капитан. Деді дәрігер одан сайын дегбірі кетіп. Сізді дереу госпиталға жөнелтуіміз керек. Тістеніп әрең дегенде қолымды жеткізіп, арқамды сипасам, расында да оқ бар екен. Скальперің бар ма? Дедім мен дәрігерге. Жоқ. Өткір бәкің бар ма? Жоқ. Ұстараның жүзі бар ма? Бар. Ендеше соны спиртпен шайда, оқ тұрған жердің етін кес. Олай етуге болмайды, жолдас капитан. Болады. Бұйырамын. Орындамасаң атамын. Деп етпеттеп жатқан күйімде оң жақ жамбасымдағы кабураның аузын ағыта бастадым. Батырға да жан керек деген емес пе? Дәрігер дереу айтқанымды істеуге кірісті. Ол арқамды кескілей бастағанда пистолеттің сабын сындырардай қысып, тісім шықырлап мен жаттым. Мінекей, жолдас капитан, оғыңыз, деп дәрігер әлден уақытта омыртқама тірелген оқты алып, алақаныма салды. Жарамды таңдырып алып, арқамнан алынған оқты мені Санбатқа жеткізген Блоха деген жауынгердің қолына ұстата салып, жаумен ауыр ұрыс жүргізіп жатқан полкке қайтадан жеттім. Бірнеше күн қатарынан жаумен жағаласып, жан ұшырып жүргенде арқамдағы жараны ұмытып та кеттім. Ол бірде суланып, бірде қара қотырланып, бірде қыши бастап, өзінен өзі жазылып та бітті. Бауыржанның аузынан шыққан Блоха деген фамилия менің көз алдыма екінші бір картинаны елестетті. 1960 жылы бір топ ақын, жазушы шахтерлермен кездесу үшін Алматыдан Қарағандыға келді. Солардың ішінде Бауыржан Момышұлы да бар еді. Бір күні таңертең жазушылар шағын-шағын топтарға бөлініп, шахталарға кеткелі жатқанда, мейрамхананың Бауыржан түскен бөлмесінің есігі тықылдады. Кіріңіз, деді жайбарақат темекі тартып отырған бөлме иесі. Қайда менің батям? Деп гүрілдек дауысты Бауыржанның өзін екі орап алатындай алпамса денелі, ұзын мұртты әлдебіреу ырғаң басып, есікті айқара ашып тастап, ішке қарай кіріп келе жатты. Бауыржан тез мойнын бұрып, дауыс шыққан жаққа жалт қарады. Жалт қарады да, қорбаңдап құшағын жайып, өзіне қарай ұмтылып келе жатқан алып денелі адамды бірден таныды. Батырдың қаһар жүзі жылып, қатал жүрегі жібіп, жұмсарып қоя берді. Бір кездерде полк командирі Момышұлын қол астындағы жауынгерлерінің бәрі тегіс батя деп атайтын еді. Батя, қазақша әке деген сөз. Командирдің өзін қол астындағы жауынгерлері ресми түрде жолдас командир деп атауы оңай, ал оны әке деп атауы оңай іс емес. Солдаттар әкедей зейіл, әкедей әділ, әкедей қамқоршы командирді ғана өздерін әкедей аялап, әкедей сүйе білетін командирді ғана әскери ұстаптың талап етуінше емес, өз жүрегінің әмірімен осылай әке деп атайды. Бауыржанға батялап кіріп келе жатқан
адамның артынан бүкіл полк жамырай еріп келе жатқан сияқты боп көрінді. Ол орнынан атып тұрды да, «Мен мұндамын, ұлым!» деп дауысы еркінен тыс елжірей шығып, қос құшақ айқаса түсті. Былайғы жұртқа кесек боп көрінетін Бауыржан келген адамның құшағына еркін сыйып кетті. Екі алып адам бірін-бірі аймалай құшақтаған кешегі ұлы отан соғысында Москваны шойын кеуделермен қорғаған екі ер солдаттың болат жүректері бордай езіліп кеткендегіге ұқсады. Бұлай болатын жөні бар еді. Ашық жерде, ақ қардың үстінде жатқан батальон күні бойы жаудың 5 рет жасаған атакасын тойтарды. 5 ретте де пулеметші Блоха ерекше көзге түсті. Бұл күні полктың ең жанды жері болған бұл батальонмен Бауыржан күні бойы бірге болды. Фашистердің 6-шы атакасы басталмас бұрын Бауыржан еңбектеп пулеметші Блоханың қасына келді. «Сенің табандылығыңа, ерлігіңе және мергендігіңе бүгін мен ерекше сүйсіндім, Блоха. Саған деген шын жүректен шыққан алғысымды айта келдім», деп Бауыржан етбетінен жатқан ақ тонды еңгезердей солдаттың арқасына қолын тигізді. Арпалыс сәтте алғыс шепке келіп, сүйікті командирі алғыс айтса, солдатқа одан қымбат не болушы еді. Солдатқа сол сәттегі командирдің бір ауыз жылы сөзінен жоғары не награда болушы еді. Блоханың қақпақтай жауырыны оқыс бүлк-бүлк етіп қалды. «Совет одағына қызмет етемін, батя», деді ол булығып. Бауыржан солдатқа бұдан басқа дәнеңе деген жоқ. Тез еңбектеп, рота командирінің окопына қарай кетті. Полк командирі кеткеннен кейін көп кешікпей демала алмай ентігіп, түсі қашып, рота командирі пулеметшінің қасына жетті. Осы кезде немістер 6-шы шабуылды бастауға кіріскен еді. Олар бар қарудан оқ атып, бұрқылдата жөнелді. «Полк командирі ауыр жарақаттанып қалды», деді ол дегбірі қашып. «Блоха айналайын, бұл жерде батяны сенен басқа алып кете алатын кісі жоқ. Тез барып құтқар батяны. Сенің орныңа пулеметке өзім жатамын». Блоха төбе құйқасы шымырлап, өзінің не боп кеткенін білмей қалды. «Тірі ме?» деді бар аузына түскен сөзі осы болып. «Тірі, тез жете көр айналайын». Көбік қарды садақтың оғындай сызып, рота командирінің окопына тез жеткен Блоха ес түсін білмей жатқан Бауыржанға төнді. Алыпты алып қана арқалайды емес пе? Оны иығына салып, тез-тез жиырылып, еңбектей жөнелді. Оның артынан кетіп бара жатқанда танктың бір жақ табанының ізіне ұқсап, шұбатылған траншеядай терең із минут сайын ұзара берді. Екеуі үстел басына отырып, хал жай білісті. Блоха Қарағандының бір шеберханасында ұста болып істейді екен. Бауыржанның осында келгенін газеттен оқып, әдейі іздеп келіпті. Бауыржанның буфетінде бір жартылық таза спирт бар еді. Соны алып келді де, графиннің жанында тұрған үлкен стақанға толтыра құйып, Блохаға ұсынды. «Мен қазір ішпеймін», деді Бауыржан. «Шахтаға кездесуге бара жатырмын. Ал екеуміздің осы кездесуіміз үшін сен мынаны жұтып қой». «Дем алмастан ба, батя?» «Иә, дем алмастан». Блоха бір стакан спиртті екі-ақ қылқып, көріктей кеудесін керіп, терең дем алды да, аузын күректей алақанымен сүрте салды. «Екеуміздің бүгін бірге отыратын 10 минут уақытымыз бар», деді Бауыржан. «Сен ертең офицерлердің клубына кел, сонда молырақ сөйлесеміз». «Немене, батя, ылғи асықтыра бересің», деп Блоха наразылық білдірді. «Соғыста асықтырғаның жөн, енді тыныштық кезде асықтырмаңызшы». «Молчат», деді Бауыржан мұрты тікірейіп. «Мен болашақ ұрпақтың асықпауы үшін асығамын. Понятно тебе?» Ертеңінде белгіленген сағатта Бауыржан Қарағандының офицерлер үйіне келді. Атақты Момышұлын көру үшін қала офицерлері әйелдерімен, бала шағалармен жиналған екен. Блоха да сол жерде кездесті. Ине шаншар жер жоқ. Иін тірескен жұрттың алдында Бауыржанға сөз берілді. Сөз берілгеннен бұрын Момышұлының ұлы отан соғысының қаһарманы, бүкіл дүние жүзіне белгілі әдеби герой, атақты жазушы екені айтылды. «Жолдастар», деді Бауыржан орнынан тұрып, «дүние жүзіне аты жайылған атақты Момышұлы мен емес». Жұрт демін ішіне тартып, сілтідей тына қалды. Осы кезде Бауыржан сөзін қайтадан жалғады.
Бірақ ол осында отыр. Жұрт одан сайын аң-таң бола бастады. Осы кезде Бауыржан президиум үстелінің басында отырған өзгелерден бітімі бөлек балуан денелі адамды нұсқады. Міне, ол мына кісі. Осыдан 18 жыл бұрын бұл кісі мені ажалдан алып қалды. Мені ажалдан арашалап алып, жаңа айтылғандай бүкіл дүние жүзіне паш еткен адам бұрынғы пулеметчім Блохамен мен кеше ғана табыстым. Сіздердің алдарыңызда осы адамды құшақтап, 3 рет бетінен сүюіме рұқсат етіңіздер. Жұрт ду қол шапалақтап орындарынан түрегелісті. Бауыржан мен Блоха екеуі қауышып болғанша алақан шартылы басылмады. Жұрттың тыныштануға шақырып, Бауыржан қолын көтерді. Осы кезде Бауыржанның қасындағы жігіттердің бірі сахнаға шығып, гвардия полковнигі Момышұлының атынан деп, гвардия жауынгері Блохаға бағалы сыйлық тапсырды. Ендігі сөзді гвардия жауынгері бұрынғы пулеметші, қазіргі ұста Тарасович Блохаға беремін, деп Бауыржан орнына отырды. Блоханың мінбеге шығуынан түсуі тез болды. Жолдастар, деді ол даусы гүр ете қалып, бәріңізді Батямен бірге біздің үйден дән татуға шақырамын. Кездесуден кейін Бауыржан Блоханың үйіне қонаққа барды. Ұстаның 10 баласы мен әйелімен танысты. Батя, есіңде бар ма? Деді Блоха Бауыржан кетерде. Санбатта дәрігер арқаңды ұстараның жүзімен тіліп, әрең алған оқты маған беріп едің ғой. Мен соны ескерткіш үшін жоғалтпай сақтап жүрдім. Соғыстан кейін кездескенде өзіңе сыйлармын деуші едім. Соғыстан қайтып келе жатқанда зат қапшығыммен бірге жоғалтып алдым. Қазір саған не сыйларымды білмей отырмын. Маған ештеңе сыйлаудың керегі жоқ, деді Бауыржан. Сен менің өз өмірімді өзіме сыйлаған кісісің. Одан артық ешқандай сыйлық болмайды. Сонда да, деді Блоха шалбарының қалтасына қолын сұғып. Мына Волоколамск тас жолы мен немістердің танктері бізге қарап қаптап келе жатқанда оларды лайықты қарсы алар алдында менің темекі тұтатқан шақпағым еді. Осы үйдегі соғыстан қалған жалғыз белгі осы ғана. Олқынбасаң, осыны саған сыйлағым келеді. Бұл сыйлығыңды қабыл аламын, деді Бауыржан винтовка гильзасынан жасалған шақпақты алып жатып. Бұл маған жетпес ескерткіш. Бауыржан 1942 жылы өзінің қалай ауыр жараланғанын айтып, жанындағы жолдасы Блоха есімін аузына алғанда, менің ойыма осы оқиға түскен еді. Ол жара арқаңыздың қай тұсында, дедім мен ойымда бөлек ештеңе жоқ мен. Батырлар жырында айтылатын омыртқада 10 жара, қабырғада 40 жара, дейтін жолдар есіме түсіп. Бауыржан маған алая бір қарады да, жонын беріп теріс айналып кетті. Үстіндегі кетелді жараның астындағы көйлекпен қоса, жоғары қарай жұлқый тартып, тез көтерді де, қара, деп зікіді маған. Мен оның етіндегі жараның орнын тексерейін деп ойлағам жоқ едім. Ол арқасын жалаңаштай бастағанда, не істерімді білмей, бөгеліп қалдым. Қара деймін, деді ол даусын одан сайын қатайта түсіп. Мен амалсыздан оның қоңырқай тәніне көз салып, қолыммен арқасын сипалай бастадым. Мына біреуме, деп сегіз көздің тұсындағы титтей тыртықты көріп. Жоғары сыршаңшы көйлекті адам құсап, деді Бауыржан дегбірсізденіп. Қолым дірілдеп, көйлегін жоғары көтерсем, расында да жауырыннан бір қарыстай төмен, қыр арқасында ақ тыртық бар екен. Міне таптым, дедім сол жерді тапқаныма қуанып. Бауыржан көйлегін төмен түсіріп, үн-түнсіз қайтадан бері бұрылды. Мен қызарып кеттім. Сол жарасы бар болғырдың қай жерінде екенін не шаруам бар еді деп, аузымнан ол сұрақтың қалай шығып кеткеніне өкіндім. Енді оған ойланбай сұрақ қоймаспын дедім ішімнен. Бірдеңені бүлдіріп алған баладай болып, мен үндемедім. Ол маған мұрты жыбырлап, тесіле қарап отырды да, мойнын ары қарай бұра түсіп, қайтадан сөйледі.